Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге клубника қосылған өте дәмді пирогның рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәмі ерекше, дәмді болып шығатын пирог екен. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен пирогтың қамырын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға ұн, қопсытқыш және сары майды салып, жақсылап қолмен крошка жасап алатын боламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны жарып салып, оның үстіне қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңағы жұмыртқаны крошкамыздың үстіне құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жұмсақ болады. Енді салафанға салып 10-15 минутқа холодильникке қоямыз. Пирогымыздың начинкасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға қаймақ, қант, жұмыртқа және кукуруз крахмалын салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Начинкамыздың үстіне клубниканы 2-3 бөлікке бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Формаға қамырды жақсылап біркелкетіп жайып аламыз. Мендегі форманың диаметрі 24. Қамырдың үстіне начинкамызды құйып, 160 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Пирогым пісіп шықты, формасынан босатпай, бөлме температурасында толығымен суытып, одан кейін сол формасымен холодильникке бетіндегі начинкасы қатқанша 2-3 сағаттай қоятын боламыз. Пирогым дайын, холодильникке 2-3 сағатқа қойып, начинкасын қатырып алдым. Енді кесіп дастарханға қоя берсек болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады екен. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.